көрермендер, бүгінгі тақырып псориаз. Псориаз созылмалы, қайталанбалы ауру. Көбінесе жедел жұқпалы аурулардан кейін, стресстен кейін, ішкі секреция бездерінің қызметінің бұзылуынан, зат алмасуының, холестерин алмасуының бұзылуынан, және сонымен қатар иммунитет төмендесе, дұрыс емес өмір қалпын сақтаса, яғни темекі шегіп, алкогольдік ішімдіктерді қолданса, артық салмақ болса, косметиканы шамадан тыс қолданса, сонымен бірге өмірде химиялық заттармен және ерітінділермен байланысты қолды жуып тұрса, онда дамуы мүмкін. Псориаз жедел басталады. Теріде тарының дәміндей немесе одан да кішірек түйіршіктер шығады. Алғашқыда олар қызыл түсті болады да, тез арада бетінде ақ қабыршақтар пайда болады. Бірте үлкейіп табақшаға айналады. Терінің қалыпты жасушалары терінің терең қабатында өсіп, бір ай ішінде оны беткейіне көтеріледі. Псориазда бұл үрдіс өте тез жүреді және тез өршиді. Өлген жасушалар терінің бетінде жинақталады. Сіз псориазды біреуден жұқтырып ала алмайсыз және айналаңызға жұқтыра алмайсыз. Псориаз белгілерін табу бұл өлім жазасы емес сіздерге. Өкінішке орай толығымен сауықтыратын дәріні әлі ойлап табылған жоқ. Бірақ қазіргі заманғы терапия зақымдану деңгейін төмендетіп, дамуын тоқтатып, аурудың әртүрлі препараттармен бақылану мүмкін. Псориаз сонымен бірге тұқым қуалау арқылы берілуі мүмкін. Медицинада ол аутоиммунды болып саналады. Иммундық жүйе қателесіп, ағзаның сау тіндерін бұзып, қабынуынан болады. Егерде жұқа, сезімтал және құрғақ теріге ие адамдар болса, псориазды олар дамыту ықтималдылығы үшін тәуекел тобына жатқызады. Мұндай адамдардың терілері көбінесе үйкеліс, қысымсыз заттар, жуғыш заттармен байланыста болады. Терінің тұтастығы жоғалтылған жерде қабыну тудыратын инфекциялық микроорганизмдер денеге оңай енеді. Жұқа терісі бар адамдар псориазды бөртпе тудырмау үшін скрабтарды, спирт лосьондарын және химиялық қоспалары бар заттарды жиі қолдануға болмайды. Ол псориаздың негізгі симптомы ол кенеттен пайда болып, бірақ жай баяу дами беруі мүмкін. Көптеген жағдайларда ол жоғалып кетеді, кейін қайтадан пайда болуы мүмкін. Аурудың негізгі симптомы бұл тітіркену, қызару және терінің қабыршақтануы саналады. Терінің қабыршақтанған аймағы ең жиі орналасатын жері ол шынтақта, тізеде және дененің орталық бөлігінде орналасады. Бірақ дененің барлық бөлігінде кездесуі мүмкін, сонымен қатар бас терісінде. Дәрілермен қатар қазіргі күні бірнеше курорттарда минералды сулар мен балшықтарды тиімді емдеу әдісін қолданады. Ал иммундық жүйенің жұмысын жақсартатын емдік препараттар қолданса, аурудың асқынуын төмендетеді. Үйде сіз міндетті түрде мына кеңестерді қолдансаңыз болады. Псориазда күнделікті ванна немесе душ қабылдау көмектесуі мүмкін. Теріңізді қатты қырмаңыз, бұл тітіркену мен ауру ұстамасына әкелуі мүмкін. Сұлы қауызымен ванна қабылдасаңыз, тыныштандыратын әсер беріп, және терідегі қабыршақтардан арылуға көмектеседі. Сұлы қауызымен ванна қабылдау үшін сіз арнайы өнімді қолдансаңыз болады. Бір шынаяқ сұлы қауызын жылы сумен ваннаға қосып жіберсеңіз болды. Сонымен бірге тұз ванналары да көмек береді. Олар негізінде санаторлық курорттық ем деп аталады. Ал үй шарты ретінде ол үйде де қолдансаңыз болады. Теңіз тұзы құрамында калий, магний, йод және басқа да пайдалы минералдар бар. Олар псориазды теріге әсерін тигізеді, қышынуды және пилингті жеңілдетеді. Тіпті нервтің босаңсыту әсерінен пациенттің ұйқысын жақсартады. Терінің ылғалдылығы мен оның тазалығын сақтау псориазға келетін арнайы әсерлерді жою, аурудың таралуын қысқартуға көмектеседі. Мысалы, бұл жағдайда күн сәулесі де көмектесуі мүмкін. Күн сәулесі
симптомдарды жеңілдетуі мүмкін. Мұқият болыңыз, бірақ күн сәулесін қатты көп қабылдамаңыз, сәулесі өтіп кетпесін. Және сонымен бірге әртүрлі релаксация тәсілдері, мысалы оның ішінде стресспен күресу өте пайдалы. Қазіргі күні сатылымда псориазды емдеуге арналған көптеген майлар, кремдер бар. Соның арқасында тиімді шара қолдануға болады. Ол туралы мен келесі видеомда айтатын боламын. Бүгінгі сіздерге айтқан кеңесім пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться белгісін бассаңыз болады. Сау болыңыздар, көріскенше.